Маған 10-11-дің оқушылары қоятын топ 3 сұрақ. Біріншісі, ағай қалайсыз? Сізде 500 теңге бар ма деген сұрақ. Екіншісі, ойбай ағай, мына есеп шығарамай жатырмын, көмектесе аласыз ба деген сұрақ. Ал үшіншісі, ағай, мынандай кітаптармен дайындалуға бола ма? Қандай кітаптармен дайындалу керек? Мына кітап па, мына кітап па? Қалыңға ойды мен мынаған ба, мынаған. Осы сұрақтардан шаршап кеткендіктен осындай рилс түсіріп жатырмын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басыңыз, басқаларға да пайдалы болу үшін осы видеоны математик достарыңызбен бөлісіңіз, сонымен қатар маған тіркеліңіз. Ал мен видеоны бастаймыз. Достар, бұл жердегі 3 кітапты мен сіздерге өзімнің жеке көзқарастарыма және де тәжірибеме сүйене отырып ұсынамын. Біріншісі, егер де сіз 20 мен 35-тің арасында балл алатын болсаңыз, яғни пробник тапсырдыңыз, математикадан 20 мен 35-тің арасында балл шықты. Олай болатын болса, қызыл кітаппен бірақ тұрақты түрде дайындалыңыз. Кітапты бір күн аштың, бір апта жоғалып кеттің, ондай нәрсе дайындық емес. Бұл жерде ешқандай пайда болмайды. Сол үшін тұрақты түрде қызыл кітаппен дайындалсаңыз, міндетті түрде прогресс болады. Ал егер де сіздің баллыңыз 35-тен сәл жоғары, бірақ енді бір 43-тің ояқ-бұяғынан табылатын болса, яғни 35 пен 43-тің арасында ойнайтын болса балыңыз, ондай болатын болса, Рүстемова деген кітаппен дайындалыңыз. Бұл кітап уже легенда болып кеткен, барлығы біледі. Осы кітаптың ішінде орташа және күрделі есептер көбірек, тұрақты түрде дайындалатын болсаңыз, міндетті түрде прогресс болады. Егер де деңгейіңіз жоғары болатын болса, яғни 46 мен 50-дің арасынан балл аласыз. Мысалы, пробник тапсырдыңыз, уже білесіз, математикадан ЖБ 50 алам деп тұратын болсаң, олай болатын болса, Сканави-мен дайындал. Или дайындалмай қоясың ба? Бірақ дайындалған дұрыс. Неге? Өйткені Сканави арқылы сен университеттің бірінші курсының бірінші семестріне дайын болып барасың. Көптеген жоғарғы оқу орындары осы Сканавиді бірінші курстың бірінші семестрінде қолданады. Міне сондықтан осы кітаптың ішінде алгебралық есептерді шығаратын болсаңыз, деңгейіңіз жақсы болады. Енді осы 3 кітапты алу үшін комментарийге плюс белгісін қойып кетіңіз, мен сізге жіберетін боламын. Сонымен қатар өзімнің бонус кітабымды ұсынайын. Менің бонус кітабымның ішінде 250 С деңгейлі есеп бар. Прикинь, 250 штук. Және де барлығының шешімі бар. Жауабы емес, кәдімгідей шығарылу жолы бар. Егер де осы ұсыныс сізге қызық болатын болса, астына кітап деп жазып кетсеңіз, сіздің директіңізге мен өзім жазатын боламын. Окей, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Всем пока. Бұдан кейін бұндай сұрақтарды қоймайсыздар деген ойдамын. Давайте.